Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркелік етіңіздер. Тоқаевтың бүгінгі мәлімдемесін түсінбей отырмын. Қаңтар оқиғасын сөз ете келе, бұзақылар мен лаңкестерден батыр жасаудың қажеті жоқ депті. Қаңтарда алаңға шыққан халық шетінен сотқар, қылмыскер, баугеспе болса Алматының түгін қалдырмас еді ғой. Халық алаңға шықса ашынғаннан шықты. Әділетсіздікке күйінгеннен, сабыры сарқылып, шыдамы шегіне жеткендіктен шықты. Әрбірден соң Қаңтар оқиғасы орын алмағанда Тоқаев та Назарбаевтың қылбұрауынан босап шыға алмас еді. Тоқаев жаңа Қазақстанды орнатуға жәрдемдескен халыққа алғыс айтуы тиіс. Қаңтар оқиғасына әлі де болса әділ баға берілген жоқ. Бұзақылар, қылмыскерлер деген уәжге халық алданбайды. Назарбаевтың шіріген жүйесін құлату үшін алаңға шыққан боздақтарға ескерткіш орнатылуы қажет. Оққа ұшқан шейіттердің аруағын сыйлар болса, осы қадамға баруы тиіс. Тоқаев қаңтардың қайталанғанын қаламаса, жыл басында берген уәдесін сөз бұйдаға салмай тезірек орындауға міндетті. 30 жыл бойы ертегіге алданып келген халық өзі мен бала секілді сөйлескенді қаламайды. Қазақ қаңтар оқиғасынан кейін күрт есейді. Қазақ тілді қауым жақсы өмір сүруге лайықты. Ал билік қаңтар оқиғасын айыптаудан бас тартып, оған әділ баға беруге асыққаны жөн. Қазақтың көңіл күйімен ойнауға болмайды.